Бекзат Қапашевпен дайындалу жаттығу керек дейді, күрес жағын. Кім айтып жатыр оны? Бұны біздің подписчик жазылушы дейді. Бүгін айтпақшы ол жеңіске жетті ғой. Иә. Бекзатты құттықтаймын жеңісімен. Екіншіден біздер осы желтоқсан айына жылдың басына жекпе-жек сұрап жатырмыз. UFC Азатпен бой берсе шығасың ба дейді. Либо кетесің, либо поисқа төбелесесің десе, бізде ол кезде таңдау болмайды. Ол осы соңғы 3 жылдықты актердан боецке кіріп кеткен өте мықты тәжірибе жинап өсіп кеткен боецтердің бірі. Иә, достар. Күні кеше біз Әліби Идристен сұхбат алған болатынбыз. Одан келесі жекпе-жегі қашан болады, UFC-ден нені сұрады, және Еркебұлан Тоқтармен кездесуі қалай өткенін сұраған едік. Біздің сұхбатты Спорт Шрёдингер, Азамат Спорт, Спорт 24 KZ секілді үлкен арналар ұрлап та үлгерді. Сендерге айттым ғой, барлық қызықтар MMA бойынша тек біздің арнада, солай де UFC арнасында. Көп сызбаймыз, біз бастаймыз, сендермен мен Иманғали және біздің сұхбат Әліби Идриспен бірге. Кеттік. Бой жайлы өзіңіз айтсаңыз, соңғы бой болмай қалды және көп қазақ елдері сізге күресті шыңдау керек деп айтқан еді. Соны шыңдаудасыз ба? Біріншіден осы грэпплинг мәселесінде көптеген қиыншылықтар бойдың жекпе-жекте туындады, бірақ жекпе-жек болар болмастан бізде көп қиыншылықтар болды, восстановление жағынан, весогонка деген сияқты. Өзімізді толыққанды көрсете алмадық. Жалпы менің өзімнің стилім осындай универсальды дейді ғой. Жалпы көп жақты дамытамыз, функционалды түрде. Әрине қазір акцент көп осы грэпплингке қойып жатырмыз. Керемет. Тағы бір сұрақ, қараша желтоқсан айында шығып қалу деген қаншалықты мүмкін жекпе-жекке? Және де менің кеңесім дейді, Бекзат Қапашевпен дайындалу жаттығу керек дейді, күрес жағын. Кім айтып жатыр оны? Бұны біздің подписчик жазылушы дейді. Бүгін айтпақшы ол жеңіске жетті ғой. Иә. Бекзатты құттықтаймын жеңісімен. Екіншіден біздер осы желтоқсан айына жылдың басына жекпе-жек сұрап жатырмыз. Және де осы Алматыға келуімнің себебі де осы Бекзат Қапашевпен. Енді ол менің бауырым, бажам деген сияқты. Осы отдельно бір уақыт қойып Бекзатпен жұмыс жасау біздің қазіргі таңдағы мақсатымыз. Грэпплинг жетісіне 3-4 уақыт бөліп, 3-4 тренировка қосып, осы сәтте көп жұмыс жасау керек болып тұр. Жылдың басына январға ғой, иә? Декабрь, январ бізге Рамазан айына дейін маған жекпе-жек өтсем, мен үшін ол жақсы болатын еді. Январ айында Тупурия мен Гейджи дейді, ол кезде Шафқат та шықпауы мүмкін январда. Сол картқа кірсеңіз, вообще қатып кетер еді, иә? UFC Азатпен бой берсе шығасың ба дейді. Егер сондай болып қалып жатса, мысалы, титулға болып қалып жатса. UFC Азатпен бой бермейді-ау. Ол үшін біздер осы топ 5-тікте болу керекпіз. Әрине бұған бір екі қазақтың бір-біріне деген жау ретінде көру емес. Бұл үлкен спорт, бұл UFC, бұл үлкен бизнес. Сол себепті де UFC-ден осындай ва-банк дейді ғой, жаңағыдай пан или пропан. Либо кетесің, либо поисқа төбелесесің десе, бізде ол кезде таңдау болмайды. Біз осы UFC-ға келдік, демек біз UFC-дің ережесімен ойнаймыз. Ал егер де сен Әліби Идриске сұрақ қойғың келсе, онда біздің командаға қосылсам болады. Біздің команда мобилографтарды іздеп жатыр. Алматы қаласы. Сен мобилограф болып, осындай MMA жауынгерлеріне сұрақ қойып, олармен бірге көрісіп, тек қана телефон ұстап түсірсең жеткілікті. Сондай адам болсаң, комментарияға плюс жазып кет, мен бармын деп жазып кет. Біздің модератор өзі саған хабарласады. Соңғы сұрақ, Алекс Перес пен Асу Алмабаев шығады бізде. Кім жеңеді деп ойлайсыз? Стилистически негізі Алекс Перес Асуға ыңғайлы. Және де Алекс Перес өзінің бір пиговый шыңынан өтіп кеткен жауынгер ретінде көрем. Және де Асу, ол әрқашан мен бірге жаттықтым, әрқашан күнде өсетін, өте мықты дисциплинированный боец. Сол мен ойлаймын, осы Асудың қайсарлық мінезі мен дисциплинасы осы жекпе-жекті алып шығу керек. Өйткені екеуінің де күресі жақсы, кім жақсы функционалдық түрде дайын болады, сол жекпе-жекті алу керек. Керемет. Тағы соңғы сұрақ есіме түсіп қалды. Еркебұлан Тоқтармен кездескен едіңіз. Бірге жаттығу алмасып сөйтіп, оның UFC-ге кіреді деген сыбыстар болып жатыр. Қалай ойлайсыз? Қолынан келе ме, кірсе қандай жетістіктер көрсете алады? Өзіңіз ойыңыз пікіріңіз. Енді ол осы соңғы 3 жылдықты актердан боецке кіріп кеткен өте мықты тәжірибе жинап өсіп кеткен боецтердің бірі.
оның соңғы жекпе-жегінің өзі төбелестен айқас қорытпайды. Және де ол байқағаным әрбір жекпе-жек сайын өсіп Американ топ тим. Енді бұлай қарасақ қазіргі таңда ол жаққа тек UFC жауынгерлері дайындалып жүр. Соның ішінде Рик Толлан өзінің мықты уақытын арнап жүр. Әрине ол сондай мықты залдарда тренировка жасап өзінің уақытын арнаса, ол оған харизмасы да, оның стилі де, оның сөйлеу мәнері де, оның алыс-жұлыс та келіп тұр. Болды, керемет, рахмет, көп сәттілік сізге. Жеңістер көбейе берсін. Қазіргі ММА-да лоу-кик ешкім жетпейді. Өйткені ол жерде мышцы көп. Ол жерде сындыру қиын, урон жасау қиын. Бізде подбит дейді, мына аяқтың мына тұсы сүйек пен ет өте кішкентай. Сондықтан да бұл жекпе-жектерде UFC-де даже осындай көздердің жекпе-жекке шешіледі. Өйткені адамның жаңағы жүрек несін ұстатпайды, аяқ ұстатпайды. Сол қазір жүреміз, той келеді дұрыс саны. Тағы алдына тұрып жұмыс жасаймыз. Жем лақтырдық, ортақ шектеміз. Жем лақтырдық, башқарамыз. Осыған комбинатқа осам. Бірінші сида қолданбастаймыз. Өйткені никогда аяқтан бастамаймыз. Если мен даже смещениемен отбастасам, ол право ұрады. Либо мен бастадым сразу, ол право ұрады. Сол үшін мен оны аяқта жүреміз, қозғаламыз, орында қатпаймыз, ойдағыдай жүреміз. Ал сұхбат ұнады ма жоқ па? Әліби Идрис келесі жекпе-жегін қалай өткізеді? Өз ойларыңды комментарияға жазып кетіңдер. Сендермен болған мен Иманғали. Сол ID арнасы барлық қызықтар тек біздің арнада. Тіркелуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар.